Қараңғылық түскелі қашан. Үлкен қала, күні бойғы қым-қуыт тіршілік ырғағынан сәл де болса байыз тапқандай, арлы-берлі ағылған көліктер де, адамдар да дамылдап саябырлаған. Оқта-текте терезе тұсынан бірлі-жарым машиналар өтеді. Одан соң біршама уақыт тыныштық жайлайды бұл маңды. Қараңғы түн мен жалғыздықты суқаны сүймейді баланың. Алайда тағдыр жазуына не шара? Жалыққаным-ай, іш қыса күндерден. Кішкентай қыздың шерлі жүрегі жиі-жиі соғып, бойын қорқыныш биледі. Қорғансыз, шарасыз тірлігінен алғаннан өксіп-өксіп жылады. Бірақ қанша жыласын, ертеңгі сабаққа әзірлену керектігі есіне түсті де жігерленіп, жинап алды өз-өзін. Қыздың әкесі 2 жасында қайтыс болған. Сурет альбомдағы түріне қарағанда көркем адам болған сияқты. Көмірдей қара шашын оң шекесіне жатқыза тарап қойыпты. Қар мұрны ақшаңдау ақ құба жүзін аша түскендей, жылылық ұялаған қой көздерінде мейірім тұнып қалғандай, қандай жақсы кісі деп ойға берілетін қыз. Әттең, әкем тірі тұрғанда көрінгенге көз түрткі болмай, өзге балалардай арқа-жарқа шат-шадыман жүрер ме едім. Анам да ойына келгенін істеп, қалай болса солай тірлік етпес еді-ау. Анасы жайлы толғанса, қаршадай қыздың жүрегі шаншып ауырады. Азық-түлік сататын дүкенде ел қатарлы сатушы болып жүргенде мойнына ақша мініп, сотталудан аман қалған соң тиіп қашып әр жерде істеп жүрді де, келе-келе одан да шеттеп қалған. Кейінгі кезде араққа үйір болғаннан үйдің берекесі кетті. Бір абыройы, нағашы әпкесі ішіп жемнен тарықтырған емес. Тәуба оғанда. Бірақ судың да сұрауы болмай ма? Шешесінің мәнсіз мағынасыз тірлігі жалғаса берсе, соңы немен сынар екен? Қылдан тайса ақыл кеңес айтып, ұрсып жекіруге, жазғыруға жақын тұратын үлкендер неге бәрін керісінше жасайды? Осы арасын түсінбейді бала. Саиданың өзіндей балаларға ұқсап теледидар тамашалап, компьютерде ойнап, я болмаса қызықты кітап оқып шаттанған кездері сирек. Кейбір күндері шешесін күте-күте шаршап, қарны аш күйінде ұйықтап та қалатын. Пәтерлері 1-ші қабатта болғандықтан подъездегі қаңғыбас мысықтардың мияулап, ұмар-жұмар төбелескен ащы даусынан төбе шашы тік тұратын. Иесіз мысықтар ескі үйдің іргесін өңгіп-өңгіп тесіп, көздері қанталап, қазір кіріп келерде елестейтін. 10 күн бұрын ғана 2 тәте келіп, мезгілінде ақша төлемегендер үшін электр жарығын қиып кеткен. Үй іші тастай қараңғы. Ішім-ай, жаурағаным-ай. Саиданың даусы шығып кетті. Ескі шифонерден күздік пальтосын алып киді де темір кереуетке қисайған сол еді. Қапелімде жүрегі тас төбесіне шықты. Ауызғы бөлмеде қараң-құраң әлдекім жүргендей ме? Батылданып, стол суырмасындағы майшамды іздеді. Тапты, жалғыз талы қалыпты. Тұтатайын деп тұрды да райынан жылдам қайтты. Анасы үйге оралмаса, соңыра жағып, шәй ішіп ертеңгі сабағына әзірлену керек. Кенет сыртқы есік қатты-қатты қағылды. Сасып-пысып дәлізге жүгірген. Кім екендігін сұрамастан ілгекті ашып жіберді. Анасының қасында бет-аузы жара, шегір көзді еркек бар. Ұйықтап қалғансың ба? Жоқ. Неге ашпайсың? Бөлме ішін шараптың жағымсыз сасық иісі алып кетті. Шам жақ, деді анасы. О, үй қандай жылы, деді еркек. Сығырайған майшамның әлсіз жарығы жан-жаққа шашырай бастады. Еркек стол қасына жайғасып, ескі шүберек дорбадан 1 бөлке нан, балық консервісін, 2 шөлмек шарап шығарды. Сәл өтпей екеудің сөздері қиыспай, тілдері күрмелді. Сабағын қарап бүрісіп бұрышта отырған Саиданың басына дәнеңе де кіретін емес. Оқыған сөйлемін қайта-қайта ежіктейді. Еркек бір кезде ән айтпақшы ниетпен Алтайдың ар жағынан келген ару дей берді де қақалып шашалып жөтелді ай кеп. Анасының арақ ішіп мас болуы жиілеп барады. Бұрындары қанша ішсе де үйге жалғыз оралатын. Біраздан мына кісіні тауып алыпты. Саида анасын алғаш көргендей тесіліп, ұзақ назар іктеді. Бет-аузын айқыш-ұйқыш әжім басып, қартайып кеткендей. Қара шәй мен қара нандық қарбыта жеп өліп барады. Бейшара анашым-ай, деді көзіне құйылған жасты тежей алмай. Атаңа нәлет, арақты кім шығарды екен? Құриды ғой бұлай жүре берсе. Сол сәтте анасын жек көрді.
және аяды Саида. Еркектің екі көзі қызда, ішіп-жеп қайта-қайта қарағыштай берді. Кетсе екен, көздері қандай жаман еді. Тұрып далаға шықпақ еді, мас еркек тәлтіректеп тақау келді де қолынан ұстай алды. Саида шыңғырып жіберді. Басы бұлғалақтап, қалғып-шұлғып отырған анасы көзін ашып, «Оның не, Коля?» деді, немқұрайды үнмен. «Сұлу екен қызың». Саида тысқа атып шықты да қыстығып жылап қоя берді. Сол күні үйлеріне тақау жердегі сыныптас құрбысының үйіне түнеп шықты. Таңертеңмен жүрегі алып ұшып үйге келсе, анасы түк болмағандай қатқан қара нан мен қара шай ішіп отыр. «Қайда болдың?» деп сұраған да жоқ. Құдды бөтен адам секілді. О тоба! Көздері қып-қызыл, ісіңкі, еріндері тілім-тілім, киімдері тозған, үстіндегі көйлегі де кір. «Мама, бұл жүрісің не? Қарашы өзіңе», деді Саида анасына жаны ашып. «Иә қызым, дұрыс айтасың. Оқып дедің ғой, жиналшы, серпілші, мама. Өзім де мүжіліп отырмын. Түнде сені іздеп маңайдың бәрін ақтадым. Әне бір Ақжайық көшесі бар емес пе? Сонда қаңғыған бір иттер талап тастай жаздады. Уф, жаным-ай! Қашып жүгіре бергенімде аяғым шалынып құлап түстім. Міне қараш, көп боп ісіп кетті балтырым. Әзер жеттім сүйретіліп. Осының бәрі әкемнің жоқтығынан», деді Саида. Анасын, өздерінің жұпыны тірліктерін ойлап, мұңайып отырған Саиданың көзінен жас парлап қоя берді. «Мама, өтінем, ішпеші атың өшкір арақты. Татып алмаймын деп талай талпындым». «Ішпе, біреу қыстай ма?» «Жоқ балам. Онда неге ішесің? Ерік күшің жетер емес. Емдел, дәрігерге барайық». «Айтқаның жөн қызым. Ол үшін ана бір жаман адамдардан алыстауың керек. Бір жолата». «Сөйтем жаным. Сөзіңде тұршы, мама». «Жарайды». Анасымен арқа-жарқа көптен тілдеспегелі кішкентай қыз да бір түрлі жат, суық кейіпте алыстап бара жатқандай еді. Мына әңгіме жүректегі сызды жылатқандай күш-қуат берді. Шешесі беті қолын жуып, үстіне бір қабат таза киімдерін киіп еді, салиқалы салмақты әйелдерге ұқсап, табанда өзгеріп шыға келді. «Қараш айнаға, әп-әдемісің. Айтшы, кімнен кемсің?» Саида анасын қолынан жетелеп, ауызғы бөлмедегі шарайнаның алдына алып келді. «Шынында өзіме қарамағаныма қанша болды, баламай. Не істер едім сен болмасаң?» «Ей, жанымның жапырағы сол». Әйел мұңайды. «Жақсылап тынық, есікті іштен іліп ал», деді қызы мектепке кетіп бара жатып. «Бізде бүгін 4 сабақ, көп бөгелмеймін, мама». 2 пәннен 5 алып, көңілі көтеріліп үйіне жеткен баланың мойнына біреу суық-суық құйып жібергендей еріндерін жымқыра тістеп тұрып қалды. Бөлме іші көк түтін. Стол үсті астаң-кестең, қалай болса солай шашылған. Шараптан босаған бөтелкелер тізіліп тұр. Балық консервісінің қалайы қалбырлары, кіреукеленген көздерін ашып жұмып, темір кереуетте анасы қалғып-шұлғып отыр. Мектеп директоры 35 шамасындағы қара торы әйел Саиданы сырттай бақылап жүреді. Қолынан келген көмегін беруге бейіл, асық еді. Саида қабілетті қыз, мектептегі хорға да қатысады, жеке дауысты ән де айтады. Тек құрбыларымен салыстырғанда әлде қайда ересек, байсалды. Кейбір қыздарға ұқсап, елтең-селтеңге ерген емес. Мұғалім жаңа сабақта түсіндіріп тұрғанда бар зейінімен тыңдап жақсы ұғып алады. Сол жерде жауап беруге бар. Үйде сабақ оқуға жағдайы бола бермейтіндіктен үзіліс кезінде үнемі кітапқа үңіліп отыратын. Өзге балалар сияқты жүгіріп, секіріп ойнамайды да. Ана жүрегінің жылуын сезбей, өсіп келе жатқандықтан ба, балалығын біреу ұрлап алғандай еді. Өзі қатарлы құрбылары үлкен үзілісте мектеп дәмханасынан тәтті шоколад, балмұздақ алып жеп жүргенін көргенде қызығып кететін. Мөлиіп бос қарағаннан дәнеңе шықпасын білген соң назар салуды қойған. Кедейшілік баланың намысын, табандылығын жаны түскендей. Жоқ-жітік және көп балалы шаңыраққа көмек беруге шетелдегі бір фирмадан киім-кешек жеткізілді. Мектеп директоры сабақ соңында Саиданы кабинетіне шақырып, өзі таңдап қызға дәл келетін бір сыпыра киім берді.
Мұндай жақсылық көрмеген Саиданың төбесі көкке жеткендей шаттанды. Қыстық пальтосы да шапшақ, көйлектері қандай көркем. Шарайна алдына келгенде өзін өзі танымай қалды. Сүйкімді дөңгелек жүзді қыз тұр еді алдында. Сол түні Саида түс көрді. Теңіздей толқыған қызылды жасылды әлем ішінде жүр. Айнала төңірегі жайқалған гүл. Анадай жерде анасы тұр еді, үн-түнсіз. Саиданың өмірге құштарлығы артып, сабаққа ынта-ықыласы арта түсті. Мамыр айы болды. Ағаш біткен жапырақ жайып, көк қаулай шыққан. Күн жылынған, адамдар да шат-шадыман. Жайдары. Саидалардың үйінің алдында шағын бақшалық болатын. Ештемеге егілмегендіктен арам шөбін басқан еді. Бір күн қараса жалғыз тал гүл шығып тұр екен. Қыз қызықты. Жүрелей отыра қалып, иіскеп еді, хош иіс өн бойын шымырлатып жіберді. Еңкейіңкіреп қайыра иіскеді. Баяу тербелген гүл, мен саған қуаныш сыйлау үшін өстім дегендей сыбдыр қағып тұр еді.